Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді манты дайындайтын боламыз. Ендеше көп ұзамай видеоны бастаймыз. Ең алдымен нанын дайындап аламыз. Нанын дайындап алғаннан кейін әр 15 минут сайын иілі қану үшін басып тұрамыз. Енді кезекте асқабағымызды 4 бұрышты формада турап аламыз. Содан кейін картоп, картоптан кейін пияз, пияздан кейін етімізді жақсылап турап аламыз. Содан кейін кішкене күнбағыс майын қосамыз. Дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш және де қара бұрышты қосып аламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді кезекте иілі қанған нанымызды жайып бастаймыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін бір бүктеп, видеода көрсетілгендей кесеміз. Дайын болған қамырымызды видеодағыдай жайып шығып, бағана дайындаған қоспаны салып аламыз. Мантыларымызды түйіп алғаннан кейін мантаварканы кішкене майлап, соның ішіне барлығын салып аламыз. Міне салып алдық, енді 45 минут қайнап тұрған суға пісіреміз. 45 минуттан кейін бізде осындай манты дайын болып шығады. Бұл манты өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де бұл видео сіздерге ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі кездескенше.